Сәлеметсіздер ме әріптестер, бұл сайтқа ең бірінші өзіміздің Google аккаунтымыз арқылы кіреміз. Ары қарай Google'ға CoSpace Edu деп жазып аламыз. Ең бірінші тұрған сайтқа бірінші кіреміз. Яғни тілді ауыстырып қойсақ болады. Яғни бұл сайттың инструкциясы бұл бетте тұрады. Яғни негізгі мүмкіндіктері, AR және VR туралы инструкциялар жазылған. Әртүрлі. Өзіміз оны оқып аламыз қазақшаға қойып. Енді ары қарай біз балаларға 3D форматта ойын құрастыруға болады. Кодтар және де виртуалды шындықта көруге болады. Осындай бізде негізгі қолданбалары бар. 360 градустық турлар жасауға болады. Бұл сайттың негізгі, тегін түрі болады, және де про варианты болады. Про түріне кірсек, жылына $50 төлейді екенбіз. Бұл бізге қажет емес. Тегін түрімен айналыса берсек болады, жұмыс жасай берсек болады. Және де бұл сайтты планшет арқылы да қолдансақ болады. Соткамен де қолдансақ болады. Google аккаунттан, App Store'да немесе Play Market'тен жүктей аламыз. Бізге бірақ компьютермен жұмыс жасаған ыңғайлы. Егер де аккаунтыңыз бар болса, бұрын тіркелсеңіз, жүйеге кіру деп басасыз. Яғни менде бұрынғы аккаунт бар, жүйеге кіруді басамын, егер жоқ болса, тіркелуді бастаймыз. CoSpace интерфейсі осындай, міне. Яғни менікі уақыты өтіп кеткен, 15 декабрьға дейін болатын. Яғни мен бұл түрімен көрсетейін. Осы уақытқа галереяға басқан кезде STEM деп тұрады. Яғни осындай әртүрлі дайын жобалар бар міне. Әрқайсысын ашсаңыздар, яғни STEM бөлігіне кірсеңіздер, осындай дайын жобалар бар. Келесі, яғни ғылым туралы, сонымен қатар әртүрлі тіл туралы, литература, яғни әртүрлі өнер туралы, мына жерде ғылым туралы дайын жобалар бар. Мысалы, біреуін ашып қарасақ, осылай кішкене загрузка жасалынады. Мына жерде запустить деген басу, ол бізде көру. Яғни плюсик таңбасын бассақ, яғни өзімізге жүктеп алынады деген сөз. Мен жүктей алмаймын, себебі менде уақыты өтіп кеткен, 15 декабрьге дейін ғана болатын. Кейбір жерде плюсик таңбасы болмайды, ол жерде доступ бар. Бұл кісі бізге доступ берген, мынандай арнайы VR түрінде виртуалды турға байланысты дайын жобалар бар. Бұл дайын жобаларды осылай қолдансаңыздар болады сабақтарыңызға. Тағы да бір келесі проектті көрейік, жобаны. Мысалы, социальные наукиге кірген кезде бізде осындай бөлме шығады. Бөлменің ішін ашып қарайық. Кішкене уақытты талап етеді. Запустить дегенді басамыз. Мысалы, біздегі виртуалды тур. Мысалы, бір бөлмелер туралы мысал ретінде көрсетілген. Осыны біз өзгертіп жасай аламыз. Яғни түстерін өзгерту арқылы, қайтадан бұзу арқылы осы домды өзгертіп жасай аламыз. Яғни ары қарай келесі класс бөлімде, яғни оқушылар QR-код арқылы тіркеледі. Осы жерде шығып тұрады. Келесі проекті, яғни жобалар, менің жасаған жобалары, мысалы, мектептің жобасы. Кішкене күтеміз. 100% болғанша. Ортасының плейді басқан кезде, яғни мышканың көмегі, тышқанның көмегі арқылы ары тінтуірді, ары бері жылжытамыз, яғни немесе пернетақтағы алдыға, артқа, жанға, алға, солға деген сияқты пернелерді басу арқылы біз жұмыс жасаймыз. Пернетақтаның, мысалы, мышканың көмегі арқылы, сол жағын басу арқылы жасадық. Міне кірдік. Туалет, мысалы, дәретхана, біздің кіреберіс. Мысалы, мына жақтағы пернетақтаның оң жағын басу арқылы, мысалы, завуч, сол бөлмеге кірдік. Келесі біздегі бөлме, бұл завучтардың бөлмесі. Ары қарай бізде мектептің асханасы,
асханасына кіреміз. Мышканың көмегімен де болады бұл жерде. Осылай біз мышканың көмегі арқылы әртүрлі градустарға бұру арқылы өзіміз ішінде жүргендей жүре аламыз. Келесі екінші этажы деген сияқты бұл жаққа шықпай қояйын. Енді назад, яғни стрелканы басамыз да, архив дегеніміз, яғни өшіп қалған проекттер тұрады бұл жерде. Осы жерден восстановить етуге болады, егер аяқ асты өшіріп алсаңыз проектіні. Яғни бұл жерде 15 декабрьге дейін болған соң бізде уақыты. Келесі бізде жаңадан регистрация жасаймыз аккаунт арқылы, Google аккаунт арқылы CoSpace деп қайтадан кіріп аламыз. Бағана менде сақталып тұрған аккаунт арқылы көрсеттім. Енді сіздерге қалай создать етуге болады аккаунтты, қалай жаңадан сайгнап дегенді кіреміз. Орысшаға тілін ауыстырып алсаңыздар болады. Регистрация жасаймыз. Учитель дегенді таңдап аламыз. Астыға қарай түсіп, жерде келістім дегенді басамыз. Ары қарай бізде мына жерде Google аккаунт арқылы тіркелуге болады, немесе ары қарай мысалы логиніңізді, аты жөніңізді және де электронды поштаңыз арқылы аккаунт создать етсеңіздер болады, яғни аккаунт құрсаңыздар болады. Мысалы мен жаздым. Жаңадан аккаунт создать еттім, сақтаймын. Бұл жерде ары қарай, яғни поштаға кіріп, біз қабылдауымыз керек. Яғни CoSpace сайтын, яғни поштаға кіреміз, электронды поштамызға жаңағы жазған поштамызды жазып, войти батырмасын басамыз, продолжитті басамыз. Дальше. Енді бізде міне CoSpace'тан келді. Осыған кіріп, подтверждение жасаймыз. Продолжить басқан кезде бізде уже бізді CoSpace программасы қабылдады деген сөз. Енді бұларды жаба саламыз да, ары қарай CoSpace мысалы, мына жерде қараңыздар, Basic батырмасынан бастаймыз, яғни тегін версиясынан бастаймыз бірінші. Pro варианты бізге керек емес, тегін версиясы бізде 45 күнге жарамды. Галерея жаңа сізге көрсеттім, енді мен сіздерге қалай жаңадан жобаға құрастыру керек екенін көрсетемін. Поисктан да іздеуге болады, создать проекты, 3D окружение, 360 градустық картинка, яғни панорамный варианттағы видеоларды картинка ретінде қойсақ болады. CoSpace бастырмасына басамыз. Сонда бізде ашылған кезде осындай жұмыс алаңы пайда болады. Яғни бұл камера сияқты қай жерде көрсетеміз, сол алаң бізге шығып отырады. Яғни бұны өшіп тастасаңыздар да болады. Мына жерде бұл альбомный варианты, мысалы бірінші сахна, екінші сахна деп өзіңізге қолайлы ретінде жазып алсаңыздар болады. Мына жерде окружение дегенді басайық бірінші. Окружениені басқан кезде осындай бізде карандаштың суреті шығады, яғни біздің обойымыз, фонымыз, яғни табиғат туралы жоба жасасақ, мысалы, осы бір обойды таңдап аламыз. Мына жердің барлығы бізде платный вариант, яғни осы жерден біз қазір бесплатно жасап аламыз. Жаңағы CoSpace'ымыз библиотека бөліміне кірген кезде осындай әртүрлі персонаждар шығып тұрады. Не персонаж, мына жерде фильтр, сонымен қатар түстерді өзгертуге болады. Қазір бұны жасаймыз, соңына таман. Пол дегеніміз, яғни жердің түсін өзгерте аламыз, полды ауыстыра аламыз, және де әртүрлі музыкаларды қоя аламыз. Менде пока что музыка жоқ, дайын музыканы қоюға болады. Келесі загрузить дегенге басқан кезде әртүрлі картинкалар, 3D модельдер, әртүрлі файлдағы форматтарды
жүктесек болады. Астындағы форматтарды оқып, соған байланысты ғана форматты ғана қабылдайды бұл жерде. Мысалы 3D модельге байланысты Mesh.ai деген платформа, яғни жасанды интеллект сайтына кіріп көрсетейін сіздерге. Яғни осындай жасанды интеллект, яғни 3D форматтағы әртүрлі 3D модельдерді жасап береді. Яғни Google аккаунт арқылы регистрация жасаймыз. Осы жердегі кез келген модельді қойсаңыздар болады. Соңына таман көрсетемін тағы. Келесі міне видео форматын, әртүрлі форматтарды жүктеп қойға болады. Мысалы картинкаларды MP4 форматтағы видеоны көрсетейін сіздерге. Айналып болады. Болғаннан кейін осының үстінен басып тұрып сіздер жылжытып апарасыздар. Не дайын болды, жүктелді. Осыны мышканың сол жақ батырмасын басу арқылы қоямыз. Яғни бұл жерде градустар 160 градусқа өзгертіп, үлкейтіп аламыз. Бұл жердегі стрелканы бассаңыздар әртүрлі градустарға өзгеріп отырады. Бұл бізге керек емес, удалить етсек болады. Қазір удалить етіп тастайық. Енді библиотекаға кірген кезде удалить етілмесе delete батырмасын басасыздар. Табиғат әлеміне байланысты жобаларда ең бірінші біз библиотека деген бөлімге кіреміз. Әртүрлі персонаждар бар мына жерде, әртүрлі жануарлар бар, мебельдер бар мысалы мына жерде. Разблокировать еткен кезде міне наны басып, обновить дегенді бассақ болады. Сонда бізге тегін мысалы Trill деген басамыз, активировать етеміз. Сонда бізде жасалынды. Қайтадан кіріп, жаңағы проекты бөліміне кіреміз. Бізде сақталып тұрады автоматты түрде жобамыз. Енді библиотекаға кірген кезде жаңағы құлыптаулы тұрған персонаждарымыз бізге шығып тұр. Міне жаңағы окружениеға кірген кезде құлыпталып тұрған еді. Бұл жерде барлығы тегін жасалып жатыр. Міне жаңбыр жауып жатыр, әртүрлі эффекттарды қосуға болады. Мысалы мынаны басайық. Мысалы бір адамды іздеп тауып алайық. Мысалы орманшы табиғат туралы жоба құрамыз. Мына бір адамды алып мына жерге қоямыз. Яғни мышканың үстін басып отырып, сол жағын басу арқылы мына жерге жылжытып алып кетеміз. Стрелка дегеніміз төбесіндегі әртүрлі градустарға өзгертеді. 160-180 градустарға өзгертіп отырады. Келесі бізде мысалы стрелканы жоғары бассақ, жоғары көтеріледі. Астыға бассақ, астыға түседі. Ал келесі бір мына масштаб сияқты түрі үстін тінтуірдің сол жағын басу арқылы көтеріп, сек үлкейеді және кішірейеді. Пока что осы 3 батырмамен жұмыс жасаймыз. Енді бізге қажетті, яғни өзгертіп алайық градустарын, 360 градустарын. Келесі мысалы природая, яғни табиғатқа байланысты әртүрлі біз шөптер мысалы талдарды қоямыз, орманға байланысты, табиғатқа байланысты талдарды қойып шығамыз міне. Яғни үлкейтеміз, сол жақ батырмасы, тышқанның сол жақ батырмасын басу арқылы үлкейтеміз, кішірейтеміз. Яғни талымызды туралап алдық, жөндеп аламыз. Үлкейтеміз. Ары қарай тағы бір персонаждарды қосамыз, мысалы емен ағашын үлкейтеміз. Яғни мышканың ортасындағы кнопкасын басу арқылы біз үлкейтіп, кішірейтіп, оңға солға бұру арқылы көре аламыз. Ол қалай тұр, жерде тұрмасты, жерге тиіп тұрмас деген сияқты айналдырып тексеріп отырамыз. Тағы да бір мысалы кез келген гүлді қоя саламын бұл жерге. Гүлді
жақындап тартып алып келуге болады. Ары қарай шөптерді алып келеміз. Яғни бір жерге жинап отырамыз. Тағы да біріне бір шөптерді қойсақ да болады. Мысалы, тағы да бір тастарды мышканың сол жақ кнопкасын басып, тартып, осылай алып келеміз бұл жерге. Келесі бір персонажды қоямыз, үлкейтеміз. Келесі бізде животныйға кіріп, мысалы, итті апарып қоямыз. Итті апарамыз да оны жаңағыдай бұрылыстарға бұрамыз міне. Қызылды бассақ қызыл ауысады, сары түсін бассақ сары түс ауысады, көк түсін бассақ көк түсі ауысып бұрылып отырады. Біз қай түсті басамыз, сол бұрылып отырады. Яғни бұны адамның қасына қойып қоямыз. Жақындатамыз. Яғни мына жерде қарасаңыздар, мышканың оң жағын басқан кезде бұл жерде анимация деген бар. Анимацияны баспай тұрып, бірінші қараны басып арқылы жылжытып аламыз. Сонда біз иттің анимациясын көре аламыз. Анимацияны басқан кезде, мысалы, қараңыздар, әртүрлі өзі анимация ауысып отырады. Play деген, мысалы, жүгіріп жатыр, run дегеніміз, қатты жүгірді, play ары қарай баста деген сияқты әртүрлі анимациялар бар. Енді мына жерге голосты берген кезде, мысалы, текст жазуға болады. Мысалы, ит, мысалы, 7 қазынаның бірі деп жазып қойсақ болады. Ит деп, 7 қазынаның бірі ит деп жаза аламыз да. X'ті бассақ, өзі автоматты түрде сақталады. Келесі тоже бұл адамға да жазу, мысалы, төбесіне жазып тұратын голостар берсек болады. Мысалы, орманшы деп создать етсек те болады, X басып шығып кетсек те болады. Мысалы, бұл жерге тағы да міне қараның үстін басып жылжытасыздар, сонда персонажымыздың анимациясы бізге көрініп тұрады. Мысалы, point, kneel деп тұр, әртүрлі. Яғни ағылшынша сөздерді білмесеңіздер, бұны переводчикқа салып аударып алсаңыздар да болады. Яғни жүгіріп келе жатыр, бұл жерде ата. Бізге осылай қалғаны дұрыс анимацияны. Келесі материалға кіріп, біз орманшының дене пішімін, түстерін, шаштарын, көзін өзгерте аламыз. Мысалы, қазір мен жылжытып алайын. Қараның үстін басып, шетке қоямыз, себебі бізге бұл адам көрініп тұру керек. Яғни фиолетовый киімі, мысалы, қоңыр түс болсын, бұл шорт дейді, яғни үстіндегі рубашкасы, беті, мысалы, ағарды, шашын қап-қара қып, немесе өзгертіп аламыз. Яғни келесі бізде көзін қоңыр қылып аламыз. Келесі бізде животныйға кіріп, мысалы, бір кез келген, мысалы, жылқының суретін тартып аламыз да, сол жақтың түбірдің сол жағын басу арқылы тартып қоямыз. Анимация береміз, тура жаңағыдай. Мысалы, ит деген бірдеме жеп жатыр, трот дейді, волк дейді. Өзімізге қажетті бір анимацияны таңдаймыз. Енді жылқының үстіне басып, үлкейтеміз. Кішкене үлкейтіп алып, мысалы, жазып голос берсек болады. Голос емес, бұл жерде жай төбесіне жазылып тұрады, жылқы деп жазып қойдым. Келесі бізде тағы бір персонажымыз. Мысалы, мына бір шаянды қойып қояйық. Шаянды қоямыз. Әртүрлі анимациялар беріп отырамыз міндетті түрде. Мысалы, краб деп тұр, аты бұл жерде. Мысалы, ашуланып тұр, angry дегеніміз. Келесі тағы бір, мысалы, мына бір қаздың суретін персонажын алып келіп, мына жерге қойып қойдық. Енді бұл жерден анимация береміз. Бірдеме жеп жатыр, eat дегеніміз. Егер ағылшыншасын білмесеңіздер,
переводчикқа салып қойсаңыздар да болады. Тағы бір персонажды берейік. Мысалы, мына жерде бір торғай. Яғни неге жобаларыңызға байланысты әртүрлі персонаждарды қойып отырасыздар. Көбелек. Мысалы, көбелек ана жақта тұр, яғни мышканы жылжыту арқылы, айналдыру арқылы соның қасына барасыздар. Мысалы, менде ар жақта тұр. Мен айналдырып отырамын. Яғни бұл кеңістікті айналдырып, көбелекті үлкейтемін. Үлкейтемінде, мысалы, енді қарасаңыздар, анимация fly, яғни ұшып жүр деген сөз. Ұшып жүр. Fly дегеніміз ұшу. Енді осыны присоединить дегенді бассаңыздар, көк точкалар жанында. Соның үстіне бассаңыздар, яғни көбелек тура сонда барып жабысып қалады деген сөз. Яғни сол жерде, сол маңайда тұрады деген сөз. Келесі мысалы тағы бір, мысалы құстарды берейік. Құстарды үлкейтіп аламыз. Мына отыр деген сияқты, немесе әртүрлі анимация берсеңіздер болады. Анимация, fly тоже ұшып та жүр. Яғни ұшу үшін, мысалы, стрелканы басасыздар. Жоғары жақта жүру үшін, үстіндегі стрелканы жоғары тартсаңыздар, төбеде жүреді. Келесі тағы бір құсты берейік. Мына жерде үкі қойдым. Үкіні қойып, үлкейтеміз. Яғни градустармен өзгертіп бұрып алсаңыздар да болады. Енді бір анимация берейік. Мысалы, осыны қоя салайық. Немесе басқасын ұйықтап отырғанын қоя саламыз. Бұл жерге, мысалы, материалға кіріп, түсін өзгертсек те болады. Яғни персонаждардың түсін өзгерте аласыздар. Кейбіреуінде берілмейді, түсін өзгерте алмайсыздар. Яғни осылай өзгеріп кетсе, назад отменить дегенді басасыздар. Кейде біреуінің үстін персонаждарды басып, жылжып кетсеңіздер, отмена деген бар, стрелканы басып отырасыздар. Тағы да бір персонажды береміз. Келесі бір персонажымыз, мысалы, бұғы. Бұғыны мен осылай қойдым. Яғни үлкейтіп аламыз. Төбедегі стрелканы бассаңыздар, бұл алдыға, сарыны бассаңыздар, алдыға жылжиды, қызылды бассаңыздар, бері жылжиды, сарыны бассаңыздар, үстіге жылжып отырады. Төбедегі, енді ары қарай біз анимация береміз. Мысалы, осы бір анимацияны бере салайық. Келесі, мысалы, природаға әртүрлі шөптер, мысалы, шөп талдарды қоюға болады. Ары қарай мынандай бір әртүрлі персонаждарды қойып шықсақ болады. Келесі, мысалы, мебель деп тұр мына жерде. Мебельдердің бізге қатысы жоқ. Бұл жерде. Мысалы, мына жерде бір соңына қарай қойсаңыздар, бір мүсіннің суретін қоя салайық. Кішірейтіп қойсақ та болады, немесе үлкейтсек те болады. Мына жақтағы үлкейтіп батырмасы, сол жақ мышканың батырмасын басу арқылы үлкейте аламыз. Келесі бізде блоктар бөліміне кіріп, мына жердегі тұрған ABC деп тұр ғой, осы тартып аламыз. Бұл жазуға арналған, немесе титулка ретінде пайдалансаңыздар болады. Мына жерде стрелканы бассаңыздар,
үлкейеді, кішірейеді. Яғни міне жуан болады, жіңішке болады. Бұл блоктармен жұмыс жасағанда ғана осылай шығады. Мысалы бұл бір орман туралы тақырып жазған кезде, мысалы текстті өзгертеміз. Мына жерге қош келдіңіздер деп жай ғана жаза салайық. Яғни бұның шрифтін өзгертеміз, текстқа кіреміз де, мына плюсик таңбасын басамыз, үлкейеді. Яғни түстерінде де өзгертуге болады материалдан. Бірақ қара түсі тұра бергені дұрыс. Немесе қызылға ауыстырып тастадым. Міне бұл стрелкалар арқылы біз үлкейтеміз, кішірейтеміз. Яғни міне осы батырманы басу арқылы. Егер бұл батырманы баспасақ, онда бізде шықпайды. Жылжытамыз ары бері жазуды. Яғни осылай жазып қойсақ та болады. Келесі мысалы, мына жердегі үй жасасаңыздар, мысалы мектеп, әртүрлі музей салған кезде осы блоктарды қолданасыздар. Мен өшіріп тастадым. Келесі объекті бөліміне кірген кезде, мысалы едаға кіріп, мысалы тарелканы қойып, енді осы тарелка, мысалы қолында, мысалы әртүрлі заттарды қойға болады. Атаның қолына, мысалы адамның қолына, мысалы тарелкаларды, мысалына бір ыдысты аламыз да, үлкейтеміз кішкене сол жақ батырманы басу арқылы. Келесі мышканың оң жағын басқан кезде присоединить деген бар. Көп кнопкалар шығып тұрды. Соны басқан кезде қай жерге басасыз, сол жерге жабысып тұрады. Яғни осылай жасауға болады. Мысалы атаның қолында ыдыстар тұр деген сияқты. Келесі әртүрлі мысалы қойларды қоюға болады бұл жерде. Қойды мысалы айналдырып, тағы да үлкейтіп кішірейтуге болады. Және анимация беруге болады. Мысалы секіріп жатыр. Джампинг деген секіру. Тағы да мысалы сиырды қойдық бұл жерге. Кішірейтіп қойдым. Анимация немесе материал беріп түсін өзгерте аламыз. Келесі анимация немесе голос берейік. Олар өз қалағандарыңызша бере аласыздар. Мысалы мынаны копиясын жасауға болады. Копировать етіп. Создать копию дегенді басқан кезде бірнеше қойларды вставить етуге болады. Копировать, вставить етіп. Мысалы әтештікін, мысалы жасылды қалай басасыз, сол жаққа бұрылады. Қызылды қалай басасыз, сол бағытқа қарай бұрылып отырады. Мысалы тамақ жеп жатыр, ұшып кетіп баратыр деген сияқты. Өз қалағандарыңызша оны қоя аласыздар. Мысалы ұйықтап жатыр, жүгіріп баратыр деген сияқты. Келесі мысалы мына жерде служебные бар. Бұл жерде әртүрлі гүлдер, мысалы үлкен көлемді шөптер, мына бізге көрінбей қалды. Бұл бізге қажеті емес. Жартылай ғана қойсақ та болады. Бұрыштарын созу арқылы жасай аласыздар, өзгерте аласыздар. Төбесінен, жанынан осылай бірінші қарап реттеп отырасыздар. Мысалы мынаны мен жаққа қойып қоям. Мысалы үкіні тастың үстіне присоединить етіп, тастың үстіндегі шығып тұрған сияқты қоюға болады. Видео қоюға да болады, мысалы картинкаларда қоюға болады. Осы форматты оқитын болса астындағы, онда сіз кез келген форматтағы нелерді, картинка, видео, музыкаларды осы жерге әкеліп қоя аласыздар.
осыны көру үшін запустить дегенді басамыз. Яғни міне мышканың сол жағын басу арқылы немесе пернетақтаға солға, оңға, алдыға қарай кнопкалар арқылы сіздер өзіңіздің виртуалды турыңызды, жаңағы жобаңызды көріп, алыстан жақыннан көре аласыздар. Сол кезде анимациялардың барлығы қозғалып отырады. Міне барлығы секіріп жүр. Осындай бір жобаларды құруға болады. Енді осы жобаны біз қалай бөлісе аламыз? Назад басамыз. Поделиться деген бар төбесінде, соны поделиться деп жасаймыз. Поделиться ссылку деген басамыз. Названияға ат береміз. Мысалы орман, мысалы табиғат әлемі деп қойсақ болады. Поделиться ссылкой дегенді көкті басамыз. Яғни бұл жерде 1000 проектті не істей аламыз, біз көрсете аламыз, жібере аламыз деген сөз. Поделиться ссылкой деген кезде, яғни осылай бізде не шығады, QR-код шығады. QR-кодты скачать етіп, тақтаға қойып қойсаңыздар да болады. QR-код арқылы оқушылар кіреді. QR-кодты ашқан кезде бізде сұрайды, ішіндегі кодтарды міндетті түрде жазу керек. Сонда ғана бізде виртуалды турды аша алады. Және де сілтемелер арқылы, прямой сілтеме арқылы көшіруге болады, немесе HTML сілтемесі арқылы да көшіруге болады. Назадты басамыз. Мына жерде үш нүктені бассаңыздар, өзгерте аласыздар, әртүрлі доступтарды бере аласыздар. Бұл жерде Pro вариантында ғана доступ беріледі, тегін вариантта доступ берілмейді. Яғни блоктар, әртүрлі, егер де сіздер блокпен жасаймыз десеңіздер, Scratch программасы сияқты ол бізге қажет емес, осы түрінде, қарапайым түрінде үйреніп алсаңыздар болады. Мына жерге атын өзгерте аласыздар, мысалы табиғат әлемі деп жазып қойсаңыздар болады. Тағы да біз проект создать ету үшін бұл жерде 360 градустық панорамный, мысалы соткада, айфонда панорамный картинкалар түсіріп алып, ол жерге алып келе саласыздар. Мерге куб, яғни мерже куб дегеніміз, яғни осындай кубты интернеттен скачать етіп, коробкасын кубты жасап аламыз. Одан кейін мына жерде қарасаңыздар, мына жерде материал деген бар. Материал арқылы біз түсін өзгерте аламыз. Мысалы, көбіне, жасылды түстерді таңдау арқылы, әртүрлі куб арқылы жобаларды жасауға да болады. Мысалы, сіздерге көрсетіп жатырмын, әртүрлі түстерін таңдап. Мысалы, осы ұнап. Енді осыны біз ауыстырамыз, әртүрлі қып аударып, мышканың көмегімен әртүрлі оңға солға бураламыз. Келесі бізде, мысалы, мына жерде клубтың кнопкасын басқан кезде показать деп тұр, яғни сізге, яғни сол жағы, оң жағы деген сияқты подсказкалар беріледі. Келесі, яғни ішін көрсетеді бұл кубтың қалай тұрғанын. Яғни мерже куб бар ғой, замоктың қасындағына басасыздар. Мысалы, тағы да ішін көруге болады, сыртын көруге болады, жаңағы кнопкаларды басу арқылы. Отмена жасап, біз енді басқаша түрін жасау, екінші жолын жасасақ болады. Мысалы, библиотекаға кіріп, блоки бар, сол жерге блокиға кіремізде, блоктар бөліміне кіріп, мына жерде тұрған сары түсті полосканы келеміз. Бұл бізге кішкене күрделі болып кетеді, яғни 160 градустарға өзгерту арқылы сары түсті туралап аламыз. Үлкейтеміз. Енді жоғары көтереміз кубикті. Енді бұл жерде жабыспай тұр, көрдіңіздер ғой, сәл туралап аламыз. Енді осыны кубқа жабысып тұру керек.
присоединить дегенді басқан кезде көп кнопкалар тұр. Соған басқан кезде өзі автоматты түрде жабысып қалады. Сыртындағы жіңішке линияларға дейін көтеру керек, сонда бізде ровно тұрады. Яғни кубты осылай түрін көрсетпеу үшін осылай жасауға болады. Келесіде әр қатарын осылай жасап аласыздар. Мысалы, ішінде көруге болады, сыртында көруге болады. Бұл жерге әртүрлі персонаждарды да қоя аламыз. Бағанағы тура виртуалды тур жасағандай персонаждарды жеке-жеке қойып жасасаңыздар болады. Яғни бұны да поделиться етіп, ссылкамен жіберіп, QR-кодпен мерджи кубты көре аласыздар. Бұл жерге 3D модельдер құру үшін бірінші переводчиктан жазып алсақ болады, немесе мешіға кіріп, міне қараңыздар, мешіға кірген кезде главныйды басқан кезде, мысалы, мұғалім, тәрбиеші, келесі деп регистрация жасап аласыздар. AR, VR деп, мысалы, мен жерге 1000 деп келесі деп басамын. Мына жаққа мысалы, мен тіркелдім, тегін мен 1000 коин береді, соны қолдануым керек. Енді бұл жерге мәтінді 3D форматына өзгерту дегенге басамын. Жаңағы переводчикқа салып алған промпт дегеніміз, мысалы, не керек, соны жазып аласыз да, ағылшынша жазғаныңыз неғұрлым жақсы. Жасау дегенді басамыз. Жасауды басқаннан кейін кішкене күтесіздер. Мысалы, ары қарай жаңарту, яғни X-ті басамыз бұл жерде. Жоқ, рахмет дегенді басамыз. Бізде мынандай модель шықты. Енді осыны тағы да астын басқан кезде, мысалы, өзгертеміз. Яғни түсін тағы да генерация жасаған кезде бізде түсі өзгеріп шыға келді. Осыны біз қалай жүктейміз? Яғни мына жерде бірнеше түрі бар, Енді мына жақта оң жағына қарасаңыздар, скачать деген бар, жүктеп алу деген басасыздар. Яғни бұл жердегі форматы жүктеп алынды, жүктеп алуды басамыз. Яғни біздің рабочий столымызға жүктелінеді. Енді біз келесі қайтадан CoSpace сайтымызға кіреміз. 3D модель деген жерге загрузить 3D модель, қайтадан жаңағы рабочий столда тұрған жаңағы роботымызды осы жерге жүктеп қойсақ болады. Мысалы, все файлы дегенге, яғни барлық форматты қойсаңыздар болады. Сонда мына формат бізде көрінеді, ашылады. Открыть, яғни бұл жерде кішкене күту керек. Окей, понятно дейміз. Осындай кубик туралы тура кубиктің үстін басып, осы жерге жылжытуға келесіздер. Міне, яғни оны жоғары көтерген кезде, яғни бізде форматы, 3D форматы шығады. Яғни осыны біз әртүрлі, бұл жерде осы табиғатқа байланысты әртүрлі 3D модельдерді жасасаңыздар болады. Мышидың көмегімен, яғни бұл жасанды интеллект тек қана бірнеше модельге ғана доступ береді, ары қарай бізде платный варианты болып кетеді. Яғни оны бірнеше аккаунт ашып жасай берсеңіздер болады. Яғни бұл жерде анимация бере алмаймыз бұл 3D модельға. Өзіңіз осылай әртүрлі 3D модельдерді жасай аласыздар. Жасанды интеллекттің көмегімен және де тағы 3D модель жасауға арналған Tinkercad бар. Tinkercad сайтынан да алып осы жерге вставить етуге болады. Яғни осындай виртуалды турды жасауыңызға әртүрлі форматта, әртүрлі картинка, музыка да қойға болады. Мына жерде менде музыка жоқ. Яғни әртүрлі виртуалды әлемді сахналарды, мерджи кубты жасай аласыздар.